Ханымдар мен мырзалар, сіздерден мазалағаным үшін кешірім сұраймын. Бірақ мен сіздерден аз мөлшерде ғана ақша сұрауға ғана келдім. Мен уақыт машинасын ойлап таптым. Енді соған ақша керек болып тұр. Тіпті 5, 10, 20 доллар берсеңіздер де қабылдаймын. Себебі менде барлық технологиялар бар. Мысалы Kickstar, және де Indiegogo, Boomstarter. О, рахмет, сэр. Адамдар, маған енді аз ғана ақша жинау қалды. Көмек беріңіздерші. Рахмет, сау болыңыз. Ханымдар мен мырзалар, қандай жағдай болса да, бұл адамға ақша бермеңіздер. Мен болашақтан келдім. Және мен бұның қателік екенін білемін. Дэвид, керек емес. Уақыт машинасын ешқашан құрама, түсініктеме, ешқашан. Әйтпесе бұл метродағы адамдардың барлығына қауіп төндіреді. Ей, сэр, ақшаңызды тартыңыз. Қазір қайтарып алыңыз. Сара, бұл бәлкім қызық болар. Бірақ біз болашақтан келдік. Sarah? Oh my gosh. Sarah. This is really crazy. Біз болашақтан келдік. Біз осынау мынаған ақша бергізбеу үшін келдік. Ол жерді құртатын уақыт машинасын құрып шығады. Сондықтан бүгін ол құрылғыға ақша жинауға шықты. Ақшаларыңызды қайтарып алыңыздар. Ей, жігіттер, сендер типа егіз актерларсыздар ма? Ой, жоқ, бұл шын. Нейтан, бұл шындық, тек ақша берме. Бермеймін. О, құдайым, берейін деп жатқан жоқпын. Мен айттым ғой, оған ақша бермейміздер деп. Дэвид, уақыт машинасын құрама. Дэвид, уақыт машинасын құрамашы, өтмем. Құрама. Жарай, уақыт машинасын құрамаймын. Ал бізбен не болады? Жоқ болып кетеміз бе? Ең басында ол тек уақыт машинасына ақша сұрап еді. Кейін егіз актерлар келді. Сол кезде тым түсінбедім. Кейін мынау, бұлар егіз актерлар емес пе дегенде ойланып қалды. Ал сосын оның егізі шыққанды. Шок болдым. Тамаша, маған ұнады. Жарайсыңдар. Солай достар, видео ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Себебі ол маған алдағы видеоларыма көмек болар еді. Чао амигос, арнаға тіркел достым.